Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен табада қатпарлы нан пісіретін боламыз. Өте дәмді және қытырлақ болып шығады. Рецепті соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер, өйткені таңғы асқа таптырмас тіске басар деп ойлаймын. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасындағы су құйып, тұз және ашытқы салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Кейін үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей, қамырымыз осындай жұмсақтықта болу керек. Мешокқа орап 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Қатпарлы нанның жарты бөлігіне мен салма ретінде көкпиязды ұсақтап турап салатын боламын. Бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады. Немесе жай пиязды ұсақтап турап, өз қалауларыңыз бойынша зелендерді қосып жасасаңыздар да болады. Көкпиязды дәл видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап аламыз. Сонан соң дәміне қарай тұз және қара бұрышты салып, жақсылап араластырып қоямыз. Ендігі кезекте біздің демалып тұрған қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болады, сондықтан да ұнның көмегімен жұмыс жасаңыздар. Бөліктерге бөліп алған қамырымызды ұн сеуіп отырып, оқтаудың көмегімен орташа жұқалықта жайып аламыз. Өте қатты жұқа қылып жібермейміз, орташа жұқалықта болу керек. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дәл осындай жұқалықта болу керек. Сонан соң сармайымызды микротолқынды пештің орташа жылулығында ерітіп алып, бір текс етіп жағып шығамыз. Бір текс етіп сармай жағылған қамырымызға жаңа дайындап қойған көкпиязымызды бір текс етіп жағып шығамыз. Сонан соң дәл видеода көрсетілгендей етіп бір шетін қайырып, дәл сол қайырылған жерге оқтауды қойып, оқтауға орап шығамыз. Сонан соң дәл ортасынан пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Кесіп алған осы қамырымызды тағы да 3 бөлікке ұзыннан лента тәріздес етіп кесіп аламыз. Енді осы кесіп алған қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Қамырдың көлемін өз табаларыңыздың көлеміне қарай жасасаңыздар болады. Менде осы бір лента менің табамның көлеміне сәйкес келеді. Қамырларымыздың барлығын осылай орабағаннан кейін мешокқа салып морозильникке 10-15 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің жаққан сармайымыз қатып жаюға ыңғайлы болып тұрады. Осы аралықта қалған қамырымызды да дәл сол бірінші қамырды жайғандай етіп, салмасыз жай сармайдың өзімен жасайтын боламыз. Достар, егерде менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жүрекше белгісін басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қойыңызды сұраймын. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің бұдан кейін де салған видеоларым бірінші болып сіздерге түсіп отыратын болады. Менің каналымнан бұдан да басқа көптеген өзіңізге керекті пайдалы рецептерді таба аласыз. Сондықтан да жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін міндетті түрде басып қойыңыз. Екінші қамырды жасағанымда сіздерге түсінікті деп ойлаймын, өйткені дәл сол бірінші қамырды жасағандай салмасыз жасаймыз.
Бұл қамырды да дәл солай 3 бөлікке бөліп орап аламыз. Сонан соң орап алған қамырларымызды мешокқа салып, оны да 10-15 минутқа морозильникке жібереміз. Енді біздің бірінші қамырымыз морозильникте 10-15 минут демалып тұрды. Енді бір бөлігін алып, оның көмегімен жайлап отырып, оқтаумен жайып аламыз. Қамырларымызды табамыздың көлеміне қарай жұқа етіп жайып аламыз. Өте қалың болып кетпесін, өйткені біз табада майда қуыратын боламыз, сонда піспей қалмау керек. Екі түрлі қамырымызды да дәл солай бір көлемде жайып аламыз. Менде осы рецептен үшеуден 6 дана қатпарлы нан шықты. Анық мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қамырларды дәл осылай жайып, мешокпен жақсылап орап, морозильникте сақтап, керек кезінде пісіріп жей берсеңіздер де болады. Бөліктерге бөліп алған қамырларымыздың барлығын осылайша жұқа етіп жайып аламыз. Сонан соң орташа отта қызып тұрған табамызға 2 ас қасық сұйық май құйып, нандарымызды салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Астын міндетті түрде орташа отқа қойып, қақпағын жауып, 5 минутқа бұқтырамыз. 5 минуттан кейін, егер асты қызарған болса, келесі бетін алмастырып, егер асты құрғақ болып жатса, тағы да 1 қасық май құйып жіберсеңіздер болады. Қақпағын жауып, тағы да 5 минутқа бұқтырып қоямыз. 5 минуттан кейін біздің қатпарлы нанымыз дайын. Дәл осылай барлық нанды пісіріп аламыз. Мінекей, осымен біздің қатпарлы нандарымыз дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ және тойымды болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.